Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Назарларыңызға футболдан Қазақстан Премьер-лигасының 19-шы тур ойындарына жасаған шолуымызды ұсынамыз. 31 тамызда Қостанай қаласында чемпиондықтан әлі үмітін үзбеген жергілікті Тобыл командасы турнирлік кестеде өзімен бірдей келе жатқан Атырауды қабылдады. Бұл матчта фаворит Тобыл болғанымен есепті қонақ команда ашты. Ойынның 12-ші минутында Атыраудың белорус футболшысы Николай Сигневич отандасы Игорь Стасевичтің басынан кейін гол салып көзге түсті. Стасевич әдемі шығарып топты, ал отандасы Николай Сигневич топ таппастан қақпаға тоғытып отыр. Тобыл командасы допқа көбірек иелік етті және 71-ші минутта құрама командамыздың ойыншысы Ислам Чесноков есепті теңестірді. Оған мароккалық Ахмед Эл Мисауиди пас шығарған болатын. Командаласы Чесноковты байқаған екен. Байқаған, ал одан кейін Мисауиди тамаша пас берді. Қақпаның қиыс бұрышына келгенде Чесноковтың да шеберлігін айта кетейік. 3 бірдей қорғаушы және қақпашымен бетпе-бет келді. 4 ойыншыға бір өзі төтеп беріп отыр. Чесноков әдемі соққы жасады. Топты асыра теуіп отыр. Қорытынды есеп 1-1 Тобылдың сүрінісі деп айтуға болады. Қызылордалық Қайсар Шымкенттік Ордабасы командасын қабылдады. Өткен маусымның чемпионы Ордабасы командасы осы ойынға жаңа бапкер Кирилл Кекермен шықты. Олар 16-ші минутта бірінші болып матчтағы есепті ашты. Құрама командамыздың капитаны Асқат Тағыберген орындаған бұрыштамадан кейін гол салып көзге түскен украиналық футболшы Игорь Пластун. Екінші таймда алаң иелері есепті теңестіріп қана қоймай, екі жауапсыз гол салып алға шықты. 65-ші минутта Ордабасының бұрынғы ойыншысы Думан Нарзилдаев қарсылас команда қақпасының алдындағы қарбалас сәтті пайдаланып гол салды. Араға 5 минут уақыт салып, Қайсар екінші голын салды. Олар тағы да қарсылас команданың қақпасының алдындағы қарбалас сәтті пайдаланды. Гол авторы Қайсардың украиналық футболшысы Виталий Приндета. Қорытынды есеп 1-2 Қайсардың пайдасына. Чемпиондыққа үміткер Ордабасы қатты сүрінді. Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда Ақтөбе және Семейлік Елімай командалары кездесті. Екі команда үшін бұл ойын өте маңызды еді. Әр маусым сайын чемпион атану мақсатымен ойнайтын Ақтөбе алғашқы шабуылында пенальти тебу құқығына ие болды. Айып алаңына енген Жайро Жанға қарсы тәртіп бұзылған еді. Пенальти белгіленді, құрметті көрермен. Мына бір қызықты қараңыздар. Максим Коваль, Украина. Сөйтіп ойынның 3-ші минутында Әлібек Қасым пенальтиді сәтті орындап командасын есепте алға шығарды. 3-ші минутта Әлібек Қасым гол соқты, құрметті көрермен. Пенальтиден айып алаңның ішінде ереже бұзған Самуэль Одеой болған Жайро Жанға қарсы. Осыдан кейін ақтөбеліктердің ойындары жүрмеді. Ал Ақтөбенің бұрынғы бапкері Андрей Карповичтің қазір баптайтын командасы Елімай сапалы ойын көрсете білді. 31-ші минутта семейліктер есепті теңестірді. Әуелетіп келген айып добын басымен соғып, қарсылас команда қақпасына енгізген Елімайдың нигериялық қорғаушысы Самуэл Одеойбо. Елімайлықтар екінші таймда дәлірек айтсақ ойынның 53-ші минутында есепте алға шықты. Бір сәтте үсті-үстіне бірнеше рет соққылар жасап, ақыры Игорь Шацкий қорғаған қақпадан олар саңлау тапты. Гол авторы Аслан Дарабаев. Елімайда 1-2 есеппен алға шығарды. Қақпа маңында қарбаласқан
қарсы ереже бұзылды деп есептейді және Ақтөбенің қақпашысы соғылған голмен келіспейтінін де бас төрешіге жеткізіп отыр. Ойынның негізгі уақытына қосылған қосымша уақытта Елімайдың шабуылшысы Роман Мұртазаев командасының 3-ші голын салып, матчтың нүктесін қойды. Жеңісіне жетудің аз-ақ алдында тұр. Бұл жерде офсайд болуы тиіс. Жоқ, бұл есепке алынды ма? Бұл есепке алынды. Кездесудің нүктесі қойылған сияқты, құрметті көрермен. Роман Мұртазаев 1-3 есебін тіркеді таблода. Бұл жерде барлық жанкүйерлерде, барлық ойыншыларда офсайд деп ойлап қойған болуы тиіс. Сол себепті де Елімай футболшыларда қуанар жақсы пайдаланды. 1-3 бүгінгі кездесу. Қорытынды есеп 1-3 Елімайдың жеңісі. Бірінші қыркүйекте Алматыдағы орталық стадионда Қайрат пен Астана кездесті. Бұл екі команда үшін де осы ойын маңызды болды. Қайратқа чемпион атанғысы келсе, бұл ойында жеңу үшін ойнау керек. Ал Астанаға ең болмағанда чемпионаттың жүлделі орнын алу үшін өз ойындарын тек жеңіспен аяқтап отыру керек еді. Айта кетейік, Астана командасы 3 күн бұрын қиынға соққан норвегиялық командамен Еурокубок ойынын өткізген еді. Сондықтан Қайратпен кездесу алдында астаналықтар шаршаңқы болса да, Еуро күзге, яғни Конференциялар лигасының топтық кезеңіне шығып, олардың көңілдері көтеріңкі болды деп ойлаймыз. Ойында көрермен көп голға куә бола алмады. Тіпті 0-0 есебі тіркелетіндей болған. Дегенмен ойын бірінші голға дейін болды. Және матчтағы сол жалғыз голды 84-ші минутта Астана салды. Дәлірек айтсақ, оның хорватиялық шабуылшысы Марин Томасов өз шеберлігінің арқасында гол авторы атанды. Астана дәл қазір Қайраттан кек алып жатыр. Бір жайнаудағы жеңіліс үшін орталық стадионда Астана жеңіске жетуді. Есеп 0-1 Астананың жеңісі. Талдықорғанда жергілікті Жетісу мен түркістандық Тұран кездесті. Матч фавориті Жетісу қарсылас қақпасына көптеген соққылар жасағанымен, оның ешқайсысы голға айналмады. Командалар чемпионаттың бірінші айналымында 5 гол салған болатын. Онда 2-3 есебімен сырт алаңда Жетісу жеңген еді. Ал бұл матчта командалар гол салмай, матч 0-0 есебімен аяқталды. Жетісудың қатарынан екінші осындай есеппен өткізген тең ойыны, және олар қатарынан 3 ойын гол салмауда. Ал Қарағанды қаласында жергілікті Шахтер мен астаналық Жеңіс командалары кездесті. Бұл чемпионаттың екі аутсайдер командалары еді. Сондықтан осы ойын командалар үшін өте маңызды, және 3 емес 6 ұпай үшін болған ойын деп айтуға болады. Дегенмен қарсылас командалардың ешқайсысы жеңіске жете алмай, командалар ұпай бөлісті. Қорытынды есеп 0-0. Енді назарларыңызға 19-ші турдан кейінгі Қазақстан Премьер-лигасының турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында осы турда жеңіліске ұшыраса да Қайрат командасы қала берді. Өйткені алға шығатын мүмкіндіктерін осы турда Ақтөбе де, Ордабасы да пайдалана алмады. Семейлік Елімай сырт алаңда Ақтөбені жеңіп, алғашқы үштікке кіріп отыр. Кесте түбінде Шахтер осы турда өзінің тікелей бәсекелесі астаналық Жеңіспен тең ойнап 9 ұпаймен келеді. Сұрмергендер тізімінің басында 7 голмен 3 футболшы келеді. Ислам Чесноков, Жасурбек Яхшыбоев және Жоао Паулу. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 19-ші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. 20-ші тур ойындары ұлттық командалардың ойындарына байланысты енді 14-ші және 15-ші қыркүйек күндеріне жоспарланды. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.